Бұл видеода біз Canva Visual Suite 2, яғни мультидизайн мүмкіндігімен танысамыз. Бұрын контентті, мысалы презентацияны, әдістемелік нұсқаулықты, сабақ жоспарын және әлеуметтік желілерге арналған постты дайындау үшін бірнеше жеке жоба жасау қажет болады. Ал қазір бұл форматтарды барлығын бір файлда біріктіруге болады. Бұл уақытты айтарлықтай үнемдеп, бүкіл жобаның тұтас көрінісін есте сақтауға көмектеседі. Мультидизайн жасау үшін Canva-ның басты бетінде ұнаған форматты таңдап, жобаны бастауға болады. Осыдан кейін басқа форматтарды осы жобаға тікелей қоса аласыз. Ол үшін беттер панеліндегі қосу батырмасының жанындағы көрсеткіні басу жеткілікті. Мысалы, презентация жасап отырсаңыз, оған құжат, интерактивті тақта немесе Instagram постын қоса аласыз. Әр формат өз өлшемінде, бірақ бәрі бір жобада. Арасында еркін ауысып жұмыс істеуге болады. Уақыт үнемделеді және бәрі бір стильде болады. Бәрі дайын болғанда жобаның қажетті бөліктерін экспорттай аласыз. Құжатты, мысалы PDF форматында, визуалдарды PNG форматында, ал видеоны MP4 форматында. Осылайша Canva мультидизайн сізге қажетті материалдардың барлық жиынтығын бір файлда жинауға мүмкіндік береді. Бұл жұмысты жеңілдетіп қана қоймай, контент жасау процесін әлдеқайда икемді және заманауи етеді. Мультидизайнды қолданып көріңіз. Оқу материалдарын дайындау қаншалықты жеңіл әрі ыңғайлы екенін өз көзіңізбен көресіз.